Это первый конкурс в стране, где все участники перед выполнением конкурсного задания проходят образовательные интенсивы, темы и формы проведения которых ориентированы на современные тренды в образовании с применением цифровых инструментов и развитие гибких навыков педагогов. Для участия в конкурсе пройдите электронную регистрацию на сайте и заполните анкету. Прием заявок осуществляется с 25 августа по 1 октября. Финал конкурса состоится в декабре 2021 года с прямой трансляцией на телеканалах Хабар и Алматы ТВ. Digital Устаз Алматы. Вдохновлять учеников, сближая технологии. Всю информацию вы можете найти на официальном сайте конкурса и аккаунтах в социальных сетях. Генеральный партнер конкурса – Алматы кітап баспасы. Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Алматы қаласының әкімдігі Нұрсұлтан Назарбаевтың білім беру қоры және EdCrunch Academy заманауи білім беруді дамыту институты Алматы қаласы әкімінің Digital Устаз Алматы жүлдесі үшін педагогтардың бірінші қалалық байқауын ұсынады. Цифрлық технологияның кең мүмкіндіктерін ашып, әр оқушының өзін-өзі таныту үшін сыныпта жаңа білім беру ортасын құратын кез келді. Барлық қатысушылар конкурстық тапсырманы орындамас бұрын білім беру интенсивінен өтетін елдегі алғашқы байқау. Тақырыптары мен өткізу формалары, цифрлық құралдарды қолдану арқылы білім берудің заманауи трендтерін және педагогтардың икемді дағдыларын дамытуға бағалған. Байқауға қатысу үшін сайта электронды тіркеуден өтіп, сауалнаманы толтырыңыз. Өтінімдерді қабылдау 25 тамызда 1 қазанға дейін жүзеге асырылады. Байқаудың финалы 2021 жылдың желтоқсан айында Хабар және Алматы ТВ телеарналарында тікелей эфирде өтеді. Digital Устаз Алматы технологияларды жақындастырып, оқушыларға ынта беру. Барлық ақпараты байқаудың ресми сайтынан және әлеуметтік желілердегі аккаунттардан таба аласыз. Байқаудың бас серкесі Алматы кітап баспасы. Кеш жарық, құрметті байқауға қатысушылар. Естеріңізге түсіре кетейін, біздің алғашқы байқау тапсырмамыздың бірі ол деген Независимости Республики Казахстан, Акимат города Алматы, Фонд образования Нурсултана Назарбаева, Институт развития современного образования EdCrunch Academy представляет первый городской конкурс. Кешіріңіздер, армысыздар, құрметті Digital Устаз Алматы байқаудың қатысушылары. Бүгінгі вебинарымыз байқаудың бірінші тапсырмасы төңірегінде тақырыппен байланысты. Еске түсіре кетейін, біздің алғашқы тапсырмамыз оқытудың тиімді цифрлық ортасын қалай жасауға болады тақырыбында мультимедиалық лонгрид жасау. Жалпы лонгрид деген ұзақ оқу деген ұғымды білдіреді. Сіздер деген өте көлемді мәтін жасауларыңыз керек. Мәтінді әртүрлі форматтағы файлдармен көркемдегендеріңіз абзал. Солардың барлығын қалай жасайды, файлдарды қалай бір-бірімен үйлестіруге болады. Сіздердің жазған мультимедиалық мақалаларыңыз өте тартымды болу үшін не істеуге болады, қандай қыр-сырлары бар. Соның барлығын бүгін біздің шақырып отырған спикеріміз Қазақстан медиа желісі қоғамдық ұйымның атқарушы директоры Бақтыгүл Бурбаева бөліседі. Добрый вечер, дорогие участники конкурса Digital Устаз Алматы. Құрметті Алматы ұстаздары, бүгінгі күні бізде бірінші конкурспен байланысты болып табылады, және біздің бірінші тапсырмамыз ол яғни мультимедиалық тұрғыдан осындай білім беру ортасын қалай құрау және ол қалай жасалуда, қандай файлдарды сіздер өздеріңіз үйлестіре аласыздар және қандай белгілі бір оны жасау құпиялары бар, оларды біздің яғни барлық ортаға қалай бейімдеуге болады. Біздің керемет спикеріміз, медиа тренер, қоғамдық бірлестіктің атқарушы директоры, Қазақстандық медиа желі Бақтыгүл Бурбаева баяндап береді. Сізге сөз. Қайырлы кеш, құрметті әріптестер. Не себептен? Өйткені мен бірінші кезекте ұстазбын. Кезінде мен өзім тарих пәнінен сабақ берген болатынмын, ал қазіргі кезде мен осы ақпараттық, яғни сауаттылық бойынша осындай шараларды жүргізудемін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өте қызықты және сіздердің баршаларыңыздың көптеген, яғни танымдық сұрақтарыңызға жауап беремін деген ойдамын. Егер де сұрақтарыңыз болса, біз әрі қарай осы сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Осы таныстырылымды тыңдағаннан кейін не себептен білім беру осы лонгрид жүйесіне келтіретін болсақ, сіздердің барлықтарыңызды көріп отырғанда біздің яғни балаларымыз былтырғы жылдан бастап осы яғни сабақта сіздер өздеріңіз ауызша айтумен қоса, бұл яғни оқулық кейінгі жылдары сіздер білесіздер, бізде
этому конкурсу оказывает осы конкурста Алматы кітап өздері демеуші болуда, өйткені олардың, яғни өздерінің әзірлеген электронды оқулықтары бар. Осы оқулықтар барысында жалпылама сіздер өздеріңіз осындай жаңа технологияларды табуларыңызға болады, және онлайн тізімде барлықтарына, яғни мысалға айтатын болсақ, бұл электронды оқулықтарды пайдалану күрделі болған шығар, және тағы да бүгінгі күні офлайнға келе отырып, біз мынандай бір мәселені айтып отырмыз, олар бір ғана оқулық оларға, яғни оқу қызықты емес, ұзақ мәтіндерді, тағы басқаларды, сондықтан да мұнымен бірге жалпылама білім беру жүйесінің ұстаздары ғана емес, бүкіл әлем осы мәселеге тап болған болатын, және біздің әріптестеріміз шын мәнінде қандай технологияларды пайдалануға болатындығын қарастыра бастады. Нұр-Сұлтан қаласының бір мектептерінде алдыңғы жылы, яғни мен осы балалар өздері өте көңілді түрде Кахотты пайдалануда. Сіздер егерде осыны пайдаланатын болсаңыздар, Кахотты, яғни керемет осындай интерактивті сервис, ол балаларды шынымен осы тақырыпты түсінуге, жалпылама тақырыпқа қызығуға деген, және өздерінің арасында жарысып ойнау, ойын түрінде, яғни жауап беру мәселелері өте маңызды болып табылады. Сондықтан да осындай интерактивті сервистер барысында біз белгілі бір уақыт аралығында оқушылардың зейінін назарын аударталған болатынбыз. Тағы да қайтатын болсақ 45 минут бар. Біреулерінде, яғни мы должны с вами мысалға не себептен 45 минут дейтін болсақ, сол 45 минутқа біз шақтауымыз керек. Біздің яғни ұзақ мәтіндеріміз осы лангрид, шынымен де лангрид болу үшін. Өйткені лангридте отырғанымыз бұл мынандай бір форма, яғни біз өзіміз оны пайдалана аламыз. Мысалға жай ғана сөзбен айтқанда, осы мәтінді мультимедиалық форматтармен толықтыратын боламыз. Яғни мұнда біз видео, суреттер, белгілі бір, яғни дыбыс, аудио дыбыс, инфографиканы саламыз. Соның нәтижесінде балалар бүгін не нәрсеге үйренді, соны қарай бастайды. Сіздердің білесіздер, балалар өздері әлеуметтік желілерден осы ақпараттарды алуда. Мысалы айтатын болсақ, бұлар белгілі бір анимацияланған роликтар, тағы басқа материалдар, және оларға қызықты болатын болса, балалар зейінін аудартатындығы түсінікті. Осыған орай сіздердің әрқайсыларыңыз бүгінгі күні осы сабақтарды басқаша жасауға дайын шығарсыздар. Оны бірге жасайық осы лангридтар арқылы. Және біздің сабақтарымызды осындай көптеген әріптерден бір заманауи, яғни сабаққа айналдырайық. Онда біз мультимедиалық материалдарды пайдаланамыз. Оның ішінде қандай бар дейтін болсақ, лангридті міне алдыңғы слайдқа өтейік. Мысалға, лангридта мына жерде анықтамасы бәрі берілген. Біз айтып өткеніміздей суреттер, бейнефильмдер, музыка, яғни сонымен қоса әртүрлі карталар, мысалға әлем бойынша саяхаттау және интерактивті, яғни сол 360 градусқа мысалға бұра отырып әрбір елдің музейлерін көруге мүмкіндік береді, және бұл тарихшылар үшін мысалға өздерінің сабақтарын, өнерді паш ету мақсатында, соны сабақты көрсету үшін география пәндерін оқытуда өте маңызды. Господин Каратабанов, потому что именно Каратабанов мырза келісетін шығар, оның сабағы біз яғни осы Алматы кітаппен әзірлей бастаған кезеңде мен ол кісінің шын мәнінде қалайша осы бір, яғни жалпылама айтатын болсақ, жоғары тұрғыдан, яғни мысалға сол таулардың ұшар бастарын көрсету, сулар қалай ағып жатыр, яғни жабайы жануарлар деген секілді осының барлығын көрсете отырып, яғни балалардың осындай қызығушылығын тудырған болатын. Балалар мысалға суларды, өзендерді, тауларды осылай көре отырып, яғни өздері сабақтарын оқыған болатын. Және сол әртүрлі мысалға дыбыс, қазіргі кездің өзінде сіздер мені көріп отырсыздар, қарап отырсыздар, біреулеріңізбен тыңдап отырған шығарсыздар. Не себептен? Өйткені адамның, яғни мынандай бір мәселе бар, онда біз бірнеше бір ақпаратты аламыз. Смотрит и видит, наверное. Бүгінгі күні көріп отырғандар, тыңдап отырғандар, бұл жерде тағы да бір музыкалық фон болатын болса, қандай керемет еді. Біз мысалға өзіміздің сабағымызды тартымды етуіміз үшін осындай лангрид жасау үшін істеуіміз керек. Қазір кезеңде біз лангридтің түрлерін айтып өтеміз. Не себептен?
екендігін айтқым келіп отыр. Лангридті жасау үшін біз бірінші кезеңде тұжырымдамасын дайындауымыз керек. Сіздер, яғни осы өздеріңіздің сабақтарыңызды қалай ілгерілетін боласыздар, сіздер не нәрсені көрсеткілеріңіз келеді және оны қалайша айтқыңыз келеді. Бұл құрылым жаңа бір мультимедиалық сабақтың құрылымы және сіздер оған алдын ала дайындалуыңыз керексіздер. Және сіздерде әртүрлі ресурстар, техникалық тағы басқалар болу тиіс. Сонымен бірге сіздер дайын мультимедиалық өнімдерді пайдалануыңыз керек. Тему уже подготовили фото. Мысалы, мынадай тақырыпқа сіз осы фото, видеоны дайындадыңыз, одан кейін инфографиканы дайындадыңыз. Мысалға, сіздер өздеріңіздің оқушыларыңызбен оны әзірлей алатын шығарсыздар, және осылайша сіздерде оларды, яғни балаларды осылай жақсы бір қызықтыруға мүмкіндіктеріңіз бар, сабаққа қызықтыруға, және бұл суреттердің барлығын, видеолардың, анимациялардың барлығын, квиздарды қайдан табуға болады, және сіздерге кімдер көмектеседі? Я, сіздердің қанаттарыңыз, сіздердің шәкірттеріңіз. Сондықтан да сіздер олармен жұмыс істеп осылай тапсырма беріп әрі қарай жүргізіңіздер. Яғни сіздер оны көрсеткеннен кейін балаларға өте қызықты болады, балалар әртүрлі ақпараттарды таба алады, және сіздер кахот ойынын өздеріңіз де өткен болатынсыздар. Яғни қандай керемет нәтижелер бар. Өйткені қатысушылар саны көп болғаннан кейін қазір кезеңде көптеген ұйымдарда, көптеген тренингтарда біздің көріп отырғанымыздай мынандай бір интерактивті квиздар пайдаланылуда. Сондықтан да сіздер де оларды өздеріңіз сабақтарыңызда қолданыла аласыздар. Сіздердің сұрақтарыңыз, яғни сабақ жоспарына, сабақ тұжырымдамасына сәйкес жасалуы тиіс. Ал қандай ресурстар ендігі кезекте олардың барлығы технологиялық болу үшін және осы лангридті жасау үшін біз бүгінгі күні жалпылама стильді жөнінде айтамыз. Сіздер оны білетін шығарсыздар. Бізде интерактивті сілтеме бар. Бірнеше уақыттан кейін осы сілтеме бойынша өтіп, сіздермен практикалық тұрғыдан, яғни өздеріңіздің жаңа сайттарыңызды, мүмкіндіктеріңізді, яғни нығайту үшін және сіздердің мәтіндеріңізді басқа да, яғни ақпараттарыңызды салып көрсететін боламыз. Ал ендігі кезекте не нәрсені осыған қыстырып қоюға болады дейтін болсақ, сіздерде өздеріңіздің бір дағдыларыңыз болу керек. Немесе тұтастай алғанда бұл ресурстарыңыз мысалға қалай болу керек? Мультимедиалық форматтағы, мысалға сіздерде яғни көп бар шығар, мүмкін өздеріңіз жасағыларыңыз келетін шығар, мүмкін сіздер осы өздеріңіздің контенттеріңізді, мазмұндарыңызды жасауларыңыз камерой, шығарсыз. Сондықтан да сіз өздеріңіздің камераңызбен, өзіңіздің диктофонымен, мысалға табиғаттың дыбысын, құстардың сайрағанын, немесе мысалға әртүрлі өлеңдерді айтқыңыз келетін шығар. Мысалға әдебиет сабағы бойынша мысалға айтатын болсақ, біздің ақын, жазушылардың осы ескерткіштердің жанында тұрып, яғни сіздер оның өлеңдерін оқитын шығарсыздар. Оны барлығын суретке түсіру үшін, яғни жалпылама суреттерді түсіру үшін біз сіздермен бірге оны қалай жасауымыз керек? Соған оралайық. Несколько правил, которые в самом начале. Пайдалар бар, олардың барлығына айтқым келіп отыр. Мысалға, сіздер фото суретке түсіру барысында. Мысалға, сіздер өздеріңіздің фотоаппараттарыңызды ашатын болсаңыздар, біздің барлығымыз смартфонға түсіреміз. Яғни, мынандай бір өзінде көлденең және тігінен осы сызықтар арқылы, мысалы қарап отырсаңдар, екі тік, екі көлденең сызық, ол біздің өзіміздің көріп отырған, яғни осы ауқымды, яғни 9 учаскеге бөліп тастайды. Мына суретте сіздер көріп отырсыздар, яғни сіздер өздеріңіздің осы мен әріптестердің бірі микрофондарын қысып, яғни қазір кезеңде осы жоғары тұрған, яғни тігінен сызық осы сурет немен сәйкестеніп келіп отыр. Микрофондарыңызды қосып жауап берсеңіздер. Вы можете включать ваши өздеріңіздің микрофондарыңызды қоса аласыздар. Я бүгінгі күні біз интерактивті түрде жұмыс істейік. Маған осы қатысушылар санын көруге ғана емес, сіздермен, яғни осылай сұхбаттасу өте маңызды. Қазір мен чатты ашып жатырмын. Микрофонды қосу функциясы жоқ дейді.
иә онда яғни көріп отырсыздар ғой міне дұрыс жауаптарыңызды көрсеттіңіздер онда яғни бұл горизонт сызығы не себептен оны әркез яғни еске түсіру керек мысалға видео немесе суретке түсіру барысында өйткені бұл сапалы түрде сіздің мультимедиалық контентіңізді қабылдау үшін өте маңызды. Либо аудитория үшін эстетикалық тұрғыдан өзінің әсері болмауы мүмкін, алтын қиылыс жөнінде есте сақтаған өте маңызды және еске түсіру барысында мышкамен яғни мен қазір тінтуірмен көрсетіп жатырмын. Слайд поговорим о создании видео по этим же правилам. Мы с вами поговорим еще раз об этом. И также нужно помнить, что нельзя заваливать горизонт. Еще, что нам нужно знать, когда мы снимаем, это, конечно, симметрия. Лучше всего, когда у вас имеются симметричные, если у вас есть вертикальные, какие-то, я не знаю, архитектурные, либо это деревья, да, то посмотрите, чтобы ваш снимок, его границы совпадали параллельно с этой вертикальной линией основных предметов. Если же они будут немного наклонены, вы должны соответствующим образом повернуть ваш смартфон, чтобы он приобрел именно симметричность с этим главным предметом. Хорошо? Так, дайте я посмотрю, что у нас в чате проходит. Хорошо, линия горизонта, видео и микрофона нет, не можем подсоединить. Как жаль, дорогие мои коллеги. Дело в том, что с каждым днем нам с вами придется работать все больше и больше, именно используя эти технологии, которые нам с вами помогут сделать наши уроки интересными, вовлечь наших учеников. Для этого нам всегда нужно будет иметь такие возможности, как подключение таких гаджетов, как элементарно вот с микрофоном наушник, всегда иметь при себе. Это раньше, если у вас был мел в кармане, то теперь у нас с вами должен быть микрофон. Мы должны уметь подключать камеру. Если на вашем компьютере камеры не предусмотрены, необходимо их отдельно дозакупить. Это на самом деле сегодня очень доступный гаджет, и буквально на днях я видела, он есть в продаже в Алматы. И в других городах тоже, кстати. Спасибо. Извините, что я отвлеклась именно на эти гаджеты, но они весьма важны. Итак, когда мы снимаем человека, то нам нельзя резать по суставам. Нельзя резать именно ровно по локтю, ровно по кисти. Выше или ниже, допустим, колени, нельзя ровно обрезать, этой фотографии срезаем. Помните об этом, берите выше, берите ниже, и тогда все будет правильно с вашим фотоснимком. И самое главное, когда мы снимаем лицо героя, если он будет располагаться на вот именно пересечении этих полос, то если его голова повернута, вот сейчас, куда я повернута, вот, да вот сюда, тогда мне нужно вот здесь, понимаете, больше воздуха оставлять. Вот сейчас я нахожусь в правильном расположении. Если же я буду вот так сидеть и смотреть в ту сторону, то я у вас как будто не с вами разговариваю, а отвернулась от вас. Понятно, да? Ровно посерединке располагать вашего героя тоже не очень правильно, но сейчас зум, и поэтому я следить за тем, в каком положении я нахожусь, немножко неудобно, да и стул не позволит, да, нам с вами так шататься. Но если вы снимаете для кого-то это видео, помните об этих правилах. Оставляйте воздух, как я уже говорила, в том направлении, куда направлен взгляд вашего собеседника. И расстояние за спиной в это время у него должно быть меньше, чем перед его лицом. Вот как здорово, что я могу показать это вам здесь так, потому что на следующем слайде я думала, насколько понятно это изображено. Спасибо большое. Сейчас хочу показать вам еще один снимок. Посмотрите, пожалуйста, это фотография. Какие впечатления она у вас вызывает. И я бы хотела бы услышать ваше мнение в чате. Давайте я перехожу в чат и буду читать. Какие чувства у вас вызывают? Сіздерде осы фотосуретке қарай отырып, мысалға сіздерді қандай сезім туындайды?
не себептен талқылап жатырмыз, өйткені сіздердің контенттеріңіз, яғни осы балаларда қарай отырып, яғни өзіндік бір белгілі бір ассоциацияларды туындайды. Сондықтан да кештің батуы дейді, романтика, өмір керемет, тамаша. Мен осы мұнайды өндіретін, яғни қарайтын болсам, бұл жерде ешқандай романтиканы көріп отырған жоқпын дейді. Негізінде мұнай өңдейтін, яғни осындай баған дейді, Сағынғали Ғалиев, бұл сіздің туған өлкеңіз. Мен осы Ақтау қаласынан жақын жерде осы суретке түсіндірген болатын, бұл жаңа өзенге байланысты қарай емес, басқаша бір жағында. Сондықтан да сіздер өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, мына жерде мұнайды айдайтын, яғни құрылғы, міне көріп отырсыздар, бұнда жалпылама өзіндік мұнайды бұрғылау мұнарасы. Окей, возможно, фото загроможденное. Бұл Здорово. сурет, яғни дұрыстымы? Мен қазақша да орысша да түсінемін, бірақ бүгін мен орысша алып барамын деп дайындалып едім. Бірақ сұрақтарыңызға жауап беремін қазақша. Сіздер де сұрақтарыңызды қазақша беріп тұрсаңыздар болады. Онда тағы нефтевышка закрывает солнце. Мұнай мұнарасы дейді, мынау экологиялық сурет дейді. Міне Влада, сізге көп рахмет. Шын мәнінде сіз осы суреттің, яғни авторы мен болып табыламын, және мен осы іс-сапарда жүріп, мен осы көлеңкелерді, яғни шын мәнінде күнді жауып тұрып, Я поняла, что для этого региона мән бар екендігін түсіндім. Және бұл мұнай мұнарасы, яғни өте бір жағынан осы дамуды көрсетіп жатыр, бірақ екінші жағынан ол, яғни қарап отырсаңыздар, экологиялық мәселелерді көрсетуде, яғни күнді жауып тұр, бірақ сіздер бұл жерде таңғажайып жерлеріміз бар, және география бойынша біз сабақта осы дронда түсіріп, осындай бір форматтарды көрсеткен болатынбыз. Және Алматы кітапта, егер де сіздер опитті қарайтын болсаңыздар, оны жекелей көрсеткім келген болатын, қазір онда оған кіру үшін, яғни кіре алмайдым, сондықтан да бірақ та айтқым келетіні, онда көптеген материалдар бар, және олардың барлығы осы Лангрид жүйесінде жасалған, яғни қарап отырсаңдар, негізгі мультимедиалық сурет немесе видео барысында осы мәтін, яғни шрифттер өзгеруде, және әрбір сабақта, мысалы айтатын болса, аудио да бар, видео да бар, және сонымен қосса ең қызықтысы, мысалы инфографика, біз көріп отырғанымыздай, бұл интерактивті жаттығулар, олардың барлығы балаларға сол жердің өзінде оны жан-жақты қарауға мүмкіндік береді. Мен сіздерге бұны бір жарнама емес, мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Ары қарай оқып жатырмын. Секунду. Там же фото, взято из интернета. Там же много фото взято из интернета. Онда интернеттен алған көптеген фотолар бар, олардың бірқатары сапалы емес. Мен мына жерде өзімдің ғана суреттерімді көрсетіп жатырмын қазір. Үсті жағында сіздерге көрсеткен суреттер, ол сілтемесімен Лонгридтің, Тильданың және басқа сайттардың сілтемелері тұр. Кстати, я, коллеги, и вам всем рекомендую. Әртістер, сіздерге де айтқым келетіні, сіздер өздеріңіз осы сабақтарыңызды дайындау барысында өздеріңіздің, яғни мысалға бір жақтан көшіріп алған материалдарыңыз болатын болса, немесе ашық бір қолжетімді ресурстардан алатын болсаңыздар, немесе белгілі бір видео, фотосуреттерді, немесе дайын инфографиканы алған кезеңде сіздер сілтемені міндетті түрде көрсетуіңіз керексіз, және сіздің материалыңыз да яғни бағаланатын болады. Фотоаппаратпен түсірілген бе? Жоқ, бұл сурет смартфонмен түсірілген. Так,
иә авторлық құқық сақтау үшін сілтеме қою керек. Дұрыс айтасыз. Академическая честность не только учеников. Абсолютно правильно. Влада яғни уже второй раз адалдық бұл читает. маңызды, яғни Влада сіздің осындай белсенділігіңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Ендігі кезекте видеоға өтейік. Правила видеосъемки. Мы прежде всего должны помнить, да, что у нас түсірілім жасау барысында біз не нәрсені еске түсіруіміз керек. Бұл жерде, яғни бейне түсірілім қағидалары деп жазулы тұр. Егер де сіздер өздеріңіздің сабақтарыңызға сол по географии у вас мысалы география бойынша немесе сіздер өздеріңіз жаңағы мұнайлы өңірді көрсеткіңіз келетін болсаңыздар, немесе оның экологияға әсері жөнінде айтқым келетін болсаңыздар, мысалға сіздер сұхбат алып жатырсыздар және сіздерге осы он вырос и стал экологом. Возьмите у него интервью. Шықты болу үшін мысалға өздеріңіз оны смартфонға жазып алыңыздар, өзіңіздің оқушыңыз қазір эколог болған шығар, ол өте бір керемет және ол сіздің сабағыңызды әрі қарай жақсартуға мүмкіндік береді. Созданы вашими руками. Я читаю также параллельно. Сейчас секунду. Мен тағы да қосарлана оқып отырмын. Читаю ваши сообщения. Тильданы қолдана отырып мультимедиалық мақала жасайсыз. Иә, дұрыс айтасыз, координатор. Қазір біз осының элементтерін бәрімен танысып біткеннен кейін біз тильдаменен сайтты жасау және лангридті жасауды үйренеміз бірге отырып. Қазір біз видеосъемканы сөйлесейік. Правила видеосъемки. Дорогие коллеги, какие у нас существуют правила? Как я вам уже сказала, қандай ережелер бар? Мен алдында айтып өткен болатынмын. Вашего героя. Бұл жерде орналасу маңызды, сіздің кейіпкеріңіздің әрі қаратай видео интервью жүргізгіңіз келсе, сұхбат интервью, онда динамикалық тұрғыда болады. Мысалға айтайық, мысалы қандай да бір жарыс өткізетін болсаңыз, бір мезеттерді алып қалғыңыз келсе, көрсеткіңіз келсе, мысалы жылдамдықты, жетістікке жеткені туралы, немесе жеңген уақытты көрсеткіңіз келсе, мына жерде естеріңізде сақтаңыздар. Міне видео бейне бұнда қысқа болу қажет, бұнда сұхбаттан бөлек бір кадр 7 секунд болады. Не двигайтесь, направляйте свой сіздер қозғалмай, өзіңіздің смартфонды бір нүктеде ұстаңыздар және сіздің смартфонның жарыққа сезгіштігін реттеп алыңыздар, оның дұрыс түсірілуінің қадағалаңыздар. Содан кейін осы видео түсірілім жүргізген кезде сізде ешқандай ақау болмайды, немесе мысалы әппақ болып кетпейді, немесе жарығы көп түсіп кетпейді деген сияқты нәрселер болмайды. Мысалы бір нысанға түсіріп отсаңыз, мына жерде мысалы осыдан кейін ұстап тұрып қалу мүмкін, сіздердің арғартай бұл видеоларыңыз дұрыс түсірілетін болады. Мына жерде жоспарға келейік. Жалпы жоспар дегеніміз не? Мысалы сынып алдында тұрсыңыздар және осы сыныптың барлығын түсіріп жатсыздар. Мысалы сіз арт жаққа отырдыңыздар, сода мына сіздің сыныбыңыздың артынан түсірсеңіздер, міне тақтаны, мысалға жалпы орташа пландалатын болсақ, мысалы бір оқушы отырды дейік, мысалы кірген кез жалпы ірі план дейік болсақ, мына жерде жалпы көрініс көрсетеміз. Біз алдында айтып еттік, мысалы кадрдағы сөйлеп жатқан бас деп атапта кеткенбіз. Осы бейнені 7 секундтан артық түсірмеу қажет. Осы монтаждаған кезде жалпы мені үйреткенде, міне американдық әріптестерім, монтаж ча-ча-ча деп аталынады. Мысалы, міне жалпы орташа ірі
мысалы Вы бір склеили, іріні показали көрсетуге болады, вот, мысалға вход в вашу школу, общий план. біздің Вот мектепке средний кірген вы кезеңді орташа жалпы уже крупнее көрініс, берете. мысалы ол жалпы алғанда коридордан өткен Уже, кезде бұл жерде средний. орташа, содан кейін ары қаратай ірі сидит за партой, вы его келетін болсақ, снимаете, мысалы мұғалім партада показывается, отыратын болса, мұғалім оны түсіріп эти отырған кезде осы пән элементы. туралы сөйлейді, То же мысалы самое, тақырып допустим, туралы әңгіме решили қозғайды. снять, Мысалы айтайық, показать табиғатта вечер жүріп, мысалы или горы, балаларға речку. орманды көрсеткіңіз келді, немесе В общем, тауды, главное, это как можно өзенді больше көрсеткіңіз келді, жалпы охватывать. көріністі Ваш, аласыздар. Сіздің көріністе көріп отырған нәрселерді средний план, да, смартфон и будет арқылы жалпылай түсіресіздер. Жалпы орташылап объектов. деген кезде, мысалы, И бір нысанды ірілеп вы аласыздар, анализируете. мысалы, И осы туралы уже айтып будет жатсаңыз. Содан кейін одан ірі дегеніміз, листочек. мысалы, При өзеннің этом самое бойымен главное, жапырақ ағып жатқанда алуға болады. Мысалы, бейнені түсірініп жатқан кезде сіздің сочетание дыбысыңыз мүрде жоғары сапалы, анық естілу качество. керек. Және бұл жерде бейне сіздің сапа түсіруіңізге көмектеседі. Міне общий, монтажда мынандай крупный. болады, жалпы Это орташа как вы ірі. интервью снимаете, да? Вот он Мысалы, говорит, сеңіз мында кезде сегодня на ірі уроке көбірек болады. Мысалы, бүгін сабақта тақырып кесіп тастаңыздар, мысалы, аяқталған мәтін. да? Вот средний план, это у него уже приближение. Вот для этой, так сказать, монтажной линии крупный план здесь будет глаз. Или же вот, например, совсем мелким объектом идет на общем плане человек, вот он приближается, видно даже вплоть до колен, и уже крупный, это его вот лицо, как я сейчас сижу, да? Затем опять лицо, потому что крупный, вы помните, да? Можно 3 крупных подряд клеить. Вот переход с этого лица на это лицо, не знаю, что он там, может быть, что-то еще, какие-то руки появились до этого, да? И вот взять крупно, либо глаза, либо руки, либо, я не знаю, показать какой-то элемент, там, я не знаю, очки, да? И вот переход уже с крупного плана вы снова делаете на общий. Таким образом, вот это ваша ча-ча и складывается. Так, правила монтажа. Я вам предоставлю эту презентацию. Здесь все ссылки рабочие. Правила монтажа здесь вам также будет доступно. Я вам предлагаю научиться не только монтировать на ваших компьютерах, да, или ноутбуках, но также и смартфонах. Это очень легко. Предлагаю вам программу VN. Она еще и бесплатная, что удобно, потому что там они будут показывать рекламу. У нас же как, вы помните, у нас очень часто, особенно в учительской среде, обсуждается, если нам дали какой-то продукт, но почему в нем появляется реклама? Ребята, благодаря этой рекламе этот продукт нам достался бесплатно. Или, как сегодня любят говорить маркетологи, если вы за что-то не заплатили, за этот товар, допустим, да, что вы его получили, значит, товаром в данном случае будут являться потребители. Поэтому либо мы оплатили и нам достался без рекламы продукт, либо мы не оплачиваем, но у нас есть кусочек рекламы. В программе VN, которую можно скачать как приложение на телефон, на смартфон, вы можете абсолютно бесплатно использовать его. Очень удобный и, знаете, абсолютно понятный ресурс. Вы можете на нем самостоятельно научиться верстать, то есть монтировать ваше видео. Итак, что же такое мультимедийные форматы? Давайте попробуем с вами перейти. Сейчас я выключу совместный просмотр для того, чтобы включить уже со звуком. Посмотрите, пожалуйста, вот здесь мы использовали платформу MATLAB. Она очень живо и очень интересно совмещает карту и фотографии. Если вы хотите, можно здесь и видео включать, и какие-то элементы, которые совместно можно пройти. Рекомендации по работе с этой платформой, с этим сервисом MATLAB я вам скину в чат.
Итак, что мы можем здесь увидеть? Посмотрите, как продвигаются точки на карте. Итак, вот здесь текст, фотография, и уже идет сопровождение по карте. Может быть, вы так будете показывать исторические события какие-то. Может быть, вы возьмете рисунок с сайта history.kz, да, e-history, и здесь уже сделаете свою собственную разработку. Вот так шли у нас, допустим, там какие-то события. Вот здесь они продвигались. Я привела пример по работе, кстати, с своей общественной организацией. Это она не только моя, в ней состоят журналисты со всех регионов Казахстана, и у нас сегодня есть представительство практически. И вот так продвигался наш проект по медиаэтике. Кстати, медиаэтика – тот самый предмет из медиа сегодняшнего дня. Очень полезно и нужно знать и вашим детям, и вам, куда можно обратиться, если вдруг медиа нарушили ваши права в досудебном порядке, можно их рассматривать в Общественном комитете по саморегулированию медиа. Итак, давайте посмотрим, что же еще можно включить в нашу работу по созданию лангрида. Посмотрите, пожалуйста, здесь у вас в презентации будет ссылка на 92book.ru, да, 92book.ru. Здесь очень замечательная команда Оксаны Силантьевой, нашей коллеги, разработала вот такие замечательные 92 сервиса, которые вы по своему усмотрению можете пробовать включать в ваши уроки. И тогда ваши уроки однозначно уже никогда не будут скучными. Здесь вы можете не только готовые, допустим, дать гифку, да, но и создать эту гифку вместе со своими учениками. Или, допустим, вы проводите, опять-таки, люблю обращаться к уроку истории или географии, мне кажется, литература, география, история – это те предметы, которые одними из первых должны начать использовать мультимедийные материалы. Итак, здесь, пожалуйста, какие у нас короткие факты. Берете фотографию, наносите текст, и таким образом у вас, пожалуйста, напоминание о каком-то историческом событии, либо цитата из произведения, которое вы будете проходить. И, кстати, есть целый набор квизов, куда вы можете помещать эти вопросы, и дети с удовольствием за несколько минут и пройденный материал повторят, да, либо даже могут знакомиться с новым материалом благодаря таким возможностям мультимедийным. Это у нас 92 формата. Пока вы их раскидаете, познакомитесь, у вас действительно почти на весь год совершенно не повторяющиеся будут уроки. Что же я вам хотела еще предложить? Вы все знакомы с платформой Kahoot, да? Например, вот у меня здесь разработка по медиаграмотности. Я сегодня хотела предложить вам в нее, может быть, сыграть самим, попробовать здесь участникам. Но не знаю, как у нас это получится по времени, но я однозначно вам рекомендую использовать Kahoot не только в начальной школе, да, но также и в среднем. Мы на днях на уроке по медиаграмотности Lakewood School мы использовали при изучении первого урока, что такое информация. Это очень интересно. Закладывается не только, кстати, в Kahoot плюс премиум формат. Kahoot плюс был премиум форматтар, был и возможность создать сұрақтар ғана емес, мысалы пазлдан сөздер құрауға болады, және сонымен қатар сөздер бұлтын жасауға болады. Бұл балалар үшін өте қызықты. Олар сұраққа жауап бергеннен кейін осындай бір бұлттар пайда болады. Осы бұлттарда дұрыс сұрақтар бар, тағы да бір жерінде дұрыс емес сұрақтар бар. Осылар арқылы пазлдар құлады. Осымен сіздер таныс шығарсыңыздар. Осы Kahootпен белсенді жұмыс жасайтындарыңыз чатта жасаңыздар болады. По-моему, здесь в чате очень много вопросов. Міне чатта көптеген сұрақтар бар. Біз айтып жатқан нәрселерге қатысты емес деп айтамын. Қазір сіздер жазған тақырыптар бойынша тез айтып өтейін. Любой план, который вы снимаете. Кез келген
план Сегодня кыскаша ганан и бул қазір начинающим это очень кәсіби адамдар ма және бастап жатқан адамдар да жасайсыздар, жасап жатады. Бір планда жасайтын Главное. болсақ, мысалы, Вы өзі енді снимаете суретке как түсіп, тоқтап, то өздеріңіз этого, да. түсіресіздер осы смартфонда. 30-40, а 30 минуты секундқа, мысалы, жарты вырежу. Не мысалға сіздер оны түсіріп, мұнда содан кесіп алам деген сияқты. будет Содан кейін сіздер мысалы гигабайт. бір Нужно. У вас нет кинооборудования. түсіргенде бірнеше гигабайтпен түсіріп жататындар бар. Для монтажа. Так, Жұлдыз, сізде осы сұрақты берейін деп едіңіз. Любой планды, кез келген планды сізден крупный, средний, либо общий план снимайте короткими. При монтаже это вам поможет. Тапсырыңыздар, ол монтаж барысында сіздер жетеді. Егер де сіздер бір жақта түсіретін болсаңыздар, ол секунд, ол қызықсыз болуы мүмкін. Сіздердің егер де осы жоспарларыңыз болатын болса. И вот вы все Мысалға, время сіз на 1939 году здесь происходило то-то. 39 жылы мына жерде мынау болды деп және осы кадрдың сыртындағы дауыс, яғни осы бар деген секілді олай жұмыс істемейді. Сіз бірінші кезекте сіздің сабағыңыз осы лангриттағы форматом в данном случае олардың барлық форматтарын қолдану болып табылады. разбавляется Және именно оларда продуманно, куда мәтінді ставить видео, куда ставить вам және фото. қай жерге где видеоны қоюға болады, қай жерге И, пожалуйста, суретті также қоюға болады. обращайте внимание Яғни на сіздер аудиофайл. өздеріңіз Почему? Потому осы что аудиофайлдарға назар аударыңыздар. стать больше приближенным участникам, Ол, потому что яғни сол мәселелерін жақсы түсінуге мүмкіндік береді. Қазіргі кезеңде архивтарда көптеген, яғни адамдардың дәйек сөздері, керемет ғұламалардың дәйек сөздері берілген. Мысалға, ағылшын тіл мұғалімдері үшін де қаншама мүмкіндіктер бар. Мысалға, мен өзім осы ағылшын тілін оқу барысында, яғни өзіміздің бағдарламамыз барысында мына нәрсеге қайта оралдым. Өзімнің білімді жаңарту бойынша, яғни интерактивті ресурстар көмектеседі. Және онда не жетіспей жатыр дейтін болса, менде яғни кәдімгі мұғалім жетіспеуде. Бақтыгүл, сен мына бөлігін жасадың, енді мына бөлігінде жасауың керек деген секілді. Сондықтан да сіздер өздеріңіздің сабақтарыңызда, яғни өзіндік бір сервистарды әзірлеулеріңіз керек. Қазіргі кезде мен Tilda платформасы жөнінде айтып өтетін боламын. Егер де лангридқа осы видео, мәтін барлығын қосатын болса, олар Move немесе AVI басқасы болу керек па? Сейчас мы с вами посмотрим. Қазіргі кезеңде қандай форматта екендігін көреміз, яғни сіздер осы дәстүрлі форматта, яғни JPEG, және сіздер егер де бейне түсірілім жасайтын болсаңыздар, смартфонның өзін түсіреді, яғни егер де басқаша болатын болса, ол осы платформамен, яғни жақсы үйлеседі. Давайте сыграем. Хотите сыграть? Легко, если у нас останется время. Ойнайды, егер де уақыт қалатын болса, біз сіздермен ойнаймыз. Онда Kahoot осы платформасына кіріңіздер, және немесе Kahoot.қа кірулеріңізге болады, және сіздер өздеріңіз өтінімді берулеріңізге болады. Жалпылама сіздер лангридті сабақтарды, яғни өздеріңіз әзірлей отырып, өздеріңіздің деңгейлеріңізді одан әрі, яғни жақсартуыңызға болады. Яғни конкурс үшін ғана емес, сонымен қоса осы лангридтер үшін. Енді кезекте маған емес сұрақ қой деймін. Қай платформада жасау керек? Біз қазір как создать эффективную среду. Здесь пишут, чтобы разработать мультимедийную статью на эту тему. Что нам делать, какие требования? Это вопрос не ко мне. Здесь координаторам хочу сказать. Здесь еще есть такие вопросы. Вы можете рассказать про написание статей
копипаст вашей тему, лангрид дегеніміз ол сіздің осы оқу жүйесі ғана емес, ол когда вы лангрид деп отырғанымыз сіздер о событии, өздеріңіз яғни бір оқиғаны айтып жатырсыз, ол белгілі бір тарихи оқиғалардың кейіпкері болуы мүмкін, және сіздер оны лангрид арқылы түсіндіргіңіз келді. и делаете Егер де оны лангрид жасайтын болсаңыздар, онда яғни мынаны ескеруіңіз керексіздер. Біздің ең басты кезде яғни ақпараттық пирамида бар. Біз өз кезінде важно. белгілі бір өте маңызды бөлігін беруіміз керек, және ол сіздің оқушыңызға қызықты болуы тиіс, және содан кейін оларға өздеріңізге қосымша осындай мнение по этому поводу. бағалауды бұл бойынша яғни пікірлерді бересіз, және осы лангридті ағымдағы тақырыпқа біріктіресіз, немесе сіздермен бірге мынандай тақырыпты жалғастырамыз, және бұл осы кейіпкер мынандай бір оқиғамен байланысты деген секілді. Және біз көріп отырғанымыздай бұның концепциясы бар, және осы лангридті яғни сабақ лангридін қарастырған кезінде, сабақта лангридті қарастырған пайдаланған кезінде барлығын қарау керек. Қазір кезінде тиімді немесе лангрид осы журналистер үшін дейді, бірақ мен осының келіспеймін, өйткені бұл өте маңызды. Сіздер де журналистерді істеп жатқан жоқ, сіздер осы өзіңіздің сабағыңызға байланысты ұстануыңыз керек. Оны сіздер ауызша айтатын болсаңыздар, енді кезекте заманауи технологияларды қолдансаңыздар өте маңызды болады. Сіздер қандай материалдарды дайындадыңыз? Мақпал, Эльмира жазып жатыр. Осы тапсырмаларды қайда, қашан тапсыруымыз керек? Қазір координатор осы сұраққа жауап беруге көмектеседі деген ойдамыз. Бізде тағы да қанша уақытымыз бар, маған айтып өтсеңіз. Коллеги, если кто-то меня слышит, напишите, пожалуйста. Егер мені естіп отырсаңыздар, 40 минут уақытымыз бар. Егер де тағы да 40 минут уақытымыз бар болатын болса, онда біз қазір өзіміздің таныстырылымға қайтадан оралайық. Таныстырылымға оралып, одан яғни мен сіздерге өте бір қызықты лангридтарды көрсететін боламын. Олар жөнінде айту керек, өйткені олар лангридтің классикасы ғана емес, яғни жалпылама кино түсіретін адамдар айтқандай, яғни оны сіз көріп, яғни өзіңіздің жолыңызды таңдап алатындай жағдай жасауыңыз керек. Мысалға кітапты жазу үшін көптеген авторлар өздерінің замандастарын, яғни оқиды, олар неге жазып жатыр деген секілді. Сондықтан да біз де бірнеше лангридті қарап өтейік. Секунду. Несколько лангридов мы посмотрим. До того мы с вами Бірнеше лангридті қараймыз қазір. Слайдов презентации. Какие существуют мультимедиа форматы, да, мы уже сказали. Мультимедиалық форматтардың қандай түрлері бар дейтін болсақ, бүгінгі күні ол өте жақсы пайдаланылуда, және мен осы ағылшын тілінде яғни қараған болатынмын. Сіздер очень интересно. Оны қарап отыратын болсаңыздар, ол өте қызықты, және мұнда сол балалар яғни қарай отырып ақпараттарды яғни жан-жақты пайдалануда. Қазір кезеңде біз үшін барлығы не пайдалы дейтін болсақ, біз онлайн режимде жұмыс істедік, және осыны қарастырған болатын. Учеников, и нам весьма важно как бы мобилизоваться и все вместе. Барлығымызға осындай қадам жасау қажет. Мұнда бір жақсы мүмкіндіктердің бірі осы технологиялық шешімдер. Мұнда ең басты жағымдығы лонгридтің мұнда көптеген әріптер сіздерде оқушыларды қорқатады. Міне көп әріпті, бұл дегеніміз көптеген мәтін жағдайында бұл сіздердің оқушыларды қорқытпас үшін осы мультимедиалық элементтерді, бөлшектерді қосамыз. Мысалы, әртүрлі түсініктер, мысалы, тағы да басқалар, мысалы, лангридпен жұмыс жасағандар осындай мүмкіндіктерге назар аударған шығар. Секунду. Кішкене тосыз тұрыңыздар.
Итак, дорогие друзья, Сонымен құрметті әріптестер, қазір сіздермен бірге лангриды. лангридтерді қарастырып шығатын боламыз. 47, говорю, 37 лангридов с отличным дизайном. 37 лангридтер керемет дизайнмен осы Тильда командасымен бірге жасалынған. Сонымен жұмыс жасамақшымыз. Ол бізге не ұсынады? Бірінші Snowfall. Бұл И Нью-Йорк Таймс рассказывает, как Нью-Йорк там Таймс осы табиғи апатта адамдар зардап шеккендері туралы айтқан болатын. Бұның өзі впервые в мире, бірінші наверное, рет әлем бойынша были более 3 миллионов на 3 одном миллионға дейін болған екен. Осы просмотре лангридте составляли мысалы күніне осы более көрсетілім 22 мың болған екен. Қазір ағылшын тілінде тезірек Много қарап букв. шығайық. Міне көп мәтіндік қалай көп фотографиях. мына мәтін міне видеодан және фотосуреттерге Ощущение назар сразу аударсаңыздар, міне қалай болғанын сезіне аласыздар. Суық, мына жел, мында еске алу туралы видео бар. Мимо его захочется вам Оның послушать. өтіп кете алмайсың, соның барлығын естігің келеді. Назар аударыңыздар, міне керемет ресурс. Осы белсенді түрде жергілікті жерімден Здесь өтіп сразу идут географические, көруге болады, қай жерде деген сияқты. которые Мысалы нүктелер мында өздеріңіз көріп отырсыздар не орналасқан. Осы ғарыштық жылдамдықпен біз тезірек өтіп көріп жатырмыз. Мысалы бұнда сабақ мүлдем басқа болады. Міне қай жақтан осы қар толқыны өткені туралы көрсетеді. Міне тарихи көрінісі бар фотосуреттер қалай болғаны туралы мына жерде видео, міне жерде өздеріңіз көріп отырғандай шаңғымен мәтіннен шығып кететіндей болып видео көрсетіп отыр. Ешкімді бейжай қалдырмайды. одним из первых, который привлек Ең внимание бірінші очень большого количества көптеген людей и стал адамдардың назарын аударды. Лангрид, қазір біз көріп қолданып отырған лангридтің материал. Это пайда болды. Міне қызықты как материалдардың бірі сейчас, что-то оно балық грузится. аулау туралы. Қазір ол жүктеліп жатыр. Рыбка. Қазір балық жүктеліп жатыр дейді. Так, давайте я пока чат прочитаю. Да, что у нас в Мен чате? қазір ол уақытта чатты оқып өтейін. Много чего. Чатта дальнейшее көптеген нәрсе жазылған екен. Так, қанша уақытқа есептелу керек? Бұл жерде сіз лангридті есептеп жатсыз ба? Сіз лангридті текстің көлемін дейсіз ба? Не болмаса осының ішіндегі материалдармен бәрін бірге балалар танысып шыққан уақытты есепте дейсіз ба? Оларды сіздер шектемей керексіздер. Бір сабақта мүмкін олар бір ғана мультимедийный форматта өтеді. Қалған уақытта олар тағы да қайта келіп сол сабақпен танысады. Неге десе, қызықтыру материалдар ішіне салған кезде олар деген қайта сол материалға қайта келе береді. Так, дальше пошли вопросы, которые опять Ары қарай сұрақтар маған қатысты емес, бірақ олардың барлығы осы телефонда. Ол осы жазбаны қайдан көрген болады, ол сұрақ маған емес, ол ұйымдастырушыларға. Ал ендігі кезекте біз осы интернеттен оны көре алмадық, бірақ еще другой сервис. басқа бір сервисті жүктеуге тырысайық. Мына жерде қарап отырсаңыздар, қаншама ойындар, лангридтар. Здесь можно Виктор Цоймен бірге өте интерактивті түрде шешім қабылдауға болады. Осы ойын сіз өзіңіздің шешіміңізге байланысты өзгеріп отырады. Сколько у нас там минут еще есть? Я хотела вам Бізде қанша минут қалды? Қазір осы Тильда туралы сіздерге көбірек көрсеткім келген. Скажите, пожалуйста, в чате. Чатқа жазып өтсеңіздер қанша уақыт қалған? Боже мой, да, коллеги, решайте. Құрметті әріптестер, Тогда я сейчас больше не техникалық смотрю. жағдайларыңызды шешіңіздер. Қазір мен тыңдап отырғандарға Тильда деген не екен соны айтып өтейін. Және оны қалай қолданамыз? Қазір мен өзімнің
Алия Самадинді сұраған болатымын. Өте бір түсінікті тілмен сіздерге жеткізіп өтеді. Неліктен осы құралды күнделікті қолдануға болады. Құрметті Алия, сөз сізге беріледі. Добрый день. Қайырлы күн, қайырлы кеш. Начнем сразу. Қазір бастайық. Сразу перебивать и спрашивать Мені вопросы, поскольку бөліп сұрақ қойыруларыңызға болады. мне важно, чтобы вы все Менге өте бір маңызды сіздер осы құралды қалай қолданатындарыңыздың білуі. Біздің платформа Тильда деп аталынады. Қазір мен осыны жүктеп алып, чатқа жіберетін боламын. сразу сохранить себе или даже Өзіңізге сақтап алсаңыздар болады. Мен сізге түсіндіріп жатқан кезде менімен бірге өзіңіздің парақшаларыңызды жазуға болады. Мен тіркелдім. Мында тіркелу өте тез болады. О жерде аты жөніңізді да жазып, электрондық поштаңызды, пароліңізді жазасыздар. Бұл істегі пошта болу қажет. Қазір мен жұмыс жасап жүрген парақшама өтемін. подтверждаем, что вы не робот. Робот емес екеніңізді нақтылап Вот, нам көрсетесіз. такую новость преподносит Қазір Тильда мынандай жаңалықтар береді. Беріп отыр, жаңадан тіркелгендерге ақысыз вебинарлар бар екен, тегін вебинарларын. лимитированный период, Оның поэтому лимитталған кезеңі, бұл жерде данной платформы асығыңыздар осындай платформаны қолдануға мүмкіндік. Бізді вы здесь бас парақшаға өтеміз. Мына жерде сіз өздеріңіздің сайттарыңызды көресіздер. это бесплатная версия. Бұл ақысыз тегін нұсқасы. Мына жерде сайт Страничек. парақшалар көлемі шектелген. Қазір жаңа сайт Здесь вы құруға видите сайт, тырысайық. CRM-ді есть- көресіздер, сайтты көресіздер. Мысалға с, мысалға запросом. алайық, сіз сұрақ Здесь собирается бар вся парақша құрсаңыздар, мына жерде сізде барлық мәліметтерді сақтайсыздар. CRM-да мында тарифтар мен төлемдерді қарауларыңызға болады. Сіздің оқу мекемеңіз оны кеңейтілген нұсқасын алғысы келсе, мына жерде барлығы егжей-тегжейлі көрсетілген. Содан кейін профилі бар. поменять пароли и так далее. Парольді және тағы да басқа түзететін болсаңыздар, ауыстырсаңыздар, онда өздеріңіз соны жасауға болады. Міне сайтты құрамыз. Мына жерде бізге басқа тарифке өтуді ұсынып жатыр. Жаңа сайт құру үшін қазір мен оны жойып тастайын дейінді. Немесе мына жерден өтіп Мы создаем новый жаңа сайт. Здесь сайт просто құрамыз. вашу страничку. Мына жерде барлық парақшаларыңыз көрініс табады. Қазір сол парақшаға өтеміз. Давайте посмотрим, что же нам пишут Бізге в чате. чатта не жазып жатқандарын қарап шығайық. Так, пишут, что... так, Меруерт пишет, это как канва. Мерует жазып жатыр. Бұл канва мен плаутомба деп сұрап жатыр. Бұл Сайта, страниц. сайт конструкторы парақшасы өте бір жеңіл екенін айтып отыр. Интернет. Интернеттің ұсынып отырған. Здесь вы видите... Мына жерде сіздер өздеріңіз көріп отырғандай. Давайте снова начнем страницу. Қазір парақшаны қайтадан бастайық дейді. Сіз жаңа парақша құрған кезде шаблонды таңдауға ұсынады. Бізде логарифм блокпен байланысты болғаннан кейін осы блок бөлімінде іздеуге болады. Өзіңізге ыңғайлы шаблонды немесе іздеу
бөлігінде соның барлығын жазуға болады, көруге болады. Long read. Long read. Здесь 3 варианта Мына шаблона. жерде 3 шаблонның нұсқасы бар. Соның біреуін таңдап алайық, біріншісін таңдап алайық. Шаблон вас никак не обязывает по Бірінші структуре шаблон құрылымы бойынша, мазмұны бойынша ешқандай міндеттемейді, және сіздер өздеріңіз барлық блокты өзіңізге қажеттілігіңізге байланысты өзгертуге болады. Міне кішігірім бөлігі сілтемедегі, әлеуметтік желідегі сілтеме, бұның барлығы блок деп аталынады. Мысалға дейін бізге мына блок қажет жоқ болса, біз Давайте оны начнем с жоюымызға болады. Жоғарғы бөліктен бастайық. Өздеріңіз түсініп отырғандай, бұл түймешік біз құрған парақшаларды көруге мүмкіндігі бар. Міне мына түймешікте өте бір маңызды бөлігі бар. Сіздер барлық парақшаңызды, толықтай парақшаңызды құрғаннан кейін өзіңіздің оқытушылар көзімен осы сайтты сырттай бақылауға болады, немесе басқа қолданушылар көзімен десек те болады. Бұл түймешік тек қана көріп қана қоймай, осы парақшаны допустим, компьютера, но и выбрать компьютер форматында ғана емес, сонымен қатар просмотр. Так, давайте я уберу эту плашку, қазір мен потому что не видно. Ну и посмотреть, то, как сайт будет выглядеть на различных сайт әртүрлі құрылғыда қалай көрінетін бақылауға болады. Мынау телефон нұсқасы, Tilde Arena бұл при тарапта создании у нее есть құруда бір жақсы мүмкіндік береді. Міне автоматтық бейімделу бөлігі бар. Мына жерде проверять сізде все эти моменты, мүмкіндігінше барлық мезетте осының барлығын тексеріп алғандарыңыз жөн. Бұл мәтін суретке на всякий случай проверяем. бір-бірімен Так, переходим на үстіне орналасып қалмас үшін сон барлығын алдын ала тексеріп аламыз. Міне давайте начнем маңызды справа. түймешіктердің қайсысы бар екенін қарап шығайық. Міне Они төмен двигают жоғары блоки. түймешігі бұл біздің блокты жылжытуға көмектеседі. Өздеріңіз көріп отырғандай төмен және жоғары. Мы подвинули вниз. Біз қазір төмен түсірдік екі блокқа, және сонымен қатар кері қайтардық. Бұның барлығы сіздерге түсінікті, және қосымша түймешіктер бар. Кесіп алу, Что это значит? Мы копируем жою немесе блок. көшіріп алу деген сияқты. Міне осы блокты көшіріп алды дейік. Міне осы мәтіннің астында бізде осындай блок тұрған. Осындай мәтіннің астында біз осы блокты көшірмесін жасадық, ал мына жақта оны қойдық. Вы пока не согласовали Сіздер какие-то части страницы. қандай да бір бөлігін келісіп алмадық дейік. Сіз алдын ала осы бір бөлігін құрап алдыңыздар өзіңіздің сабағыңызға қатысты. Вы не хотите, чтобы пока они были видны, поэтому Және оның барлығы қазір көрінбей тұрғанын қаласаңыздар, қазір hide деген түймешік бар. Ол жасырып көрсетіп тұрады. Яғни блок көрінбей тұрады. Ол көрінбейді оқушыларға. Сіздің оқушыларыңыз оны көре алмайды. Міне қарадыңыздар ма? Міне назар аударыңыздар. Бұл блок жоқ. Қайтадан редакциялауға өтіп, қазір оны көрінетін қылып қайтан басамыз. Қазір оны она автоматически переносит такой же блок ниже. Автоматты түрде, міне оны дубляциясын жасайтын болсақ, төмен жақта ол көшірмесі шығады. Қазір Вы выбираете, куда сіздер ставить. көшірме жасаған кезде осы блокты қайда қою қажеттігін қарастырасыздар. Қазір біз сол жақына ағартай өтейік. Мына жерде контент деген түймешік бар. Здесь Мына жерде расписано, какой текст куда идет. қандай мәтін қай жаққа келетіні бар. Міне Блок, который вы видите. жоғары жағы. Да, өздеріңіз көріп отырған брипбок.
И описание под этим. Және соның төмен жағында сипаттамалар көрсетілген. Маңызды бөлігі бұл файлды жүктеу болып табылады. Сіз шаблонды таңдап алды. Сіз шаблонды ұсынып отырған ұнамайтын болса, соны сіздер оны жойып, содан кейін өзіңіздің файлды немесе жалпы алғанда фото суретті жүктеп аласыздар. Изображения здесь должны быть в формате Мына жерде JPEG форматында болу қажет. либо же PNG, если JPND немесе фоном, если это, Мне- допустим, логотип. логотип школа. болатын болсақ, біздің мектептің логотипі болсын, немесе сабақтың. Сохраняем, закрываем. Қазір оны сақтап, қайтадан жабамыз. Міне, бізде барлығы өзгерді. Контент, Имея в виду текст, вы можете, мәтін, менің айтып отырған. нажимая на эту кнопку, но также Осы түймешікке басып қана редакцияламайсыз. Сіз міне дәл осы жерде де осыны редакциялауға мүмкіндігі бар. это небольшое напоминание вам Кішкене участвовать. естеріңізге салып өтейік. Міне, байқауға қатысу. Еще одна немаловажная деген у нас өте бір настройка. тағы да бір маңызды түймешіктердің бірі тильдада На, блоктар. такие, можно сказать, Мынандай блоки, но вертикальные. блоктарға бөлінген, міне, Поэтому көлденең. у нас Сондықтан в этом шаблоне, видимо, нет, но мына тут обычно шаблонда жоқ, әдетте на колонке. Да, я вспомнила, на колонке. колонкаға, бағаналарға бөлуге болады. Текстовым можно показать. Бұл мәтіндік жағында қазір сіздерге көрсетуге Восемь болады. Міне, блоктың Чем шире колонка, тем больше кең растягивается, болған сайын колонка, онда мәтін потому что здесь стоит отступ слева, две колонки. ұзынырақ болады. Міне, мына жерде көрініп тұрған жоқ. Қазір Текст у нас растянулся. мәтін бізде кеңіп Так, ұзарды. сравнивание. Қазір Можно оны сказать, что реттеп тильда, она қоямыз. Тильда из того, что я өте интуитивті түрде бізде қолданып жатқандардың ішінде. чем-то Бұл Word-ға ұқсас бір жағынан, немесе тағы да басқа қосымшаларға ұқсас болып келеді. Вертикалды. Төменге қаратай түсінеміз. Біз керемет осындай бір эффект пайда болады. Мынаны қоюға болады, фарабакс. ничего не двигается. Міне мына жерде ештеңке жылжымайды дейді. Можно также Және сонымен қатар здесь редактировать типографику, то есть Тип- цвет заголовка, типографика бойынша жөндеуге болады. Мына жерде шрифттің көлемі, міне 50 деп жазайық. 50 пиксель. Да, тут используются пиксели, поэтому Мына жерде пиксель қолданылады. Сондықтан мен қазір нақты айтпаймын. Word бойынша қалай екен. Сіздер оны өздеріңіз көріп, түсінуге болады. Жалпы алғанда сізге қандай көлем қажеттік екендігін. Міне мына жерде жоғары жағын өзгертеміз. Өте көп шрифт жоқ. Arial расстояние, различные отступы сверху, әртүрлі. то есть Мен төменен такие, жоғары жағы отступтары. Міне осындай. помогает вот под ваши нужды создать Сіздің қажеттілігіңізге байланысты жөндеп жасауға болады. вот, 50 пикселей оказалось мало, да? Міне 50 пиксель аз болғанын айтып отыр. Қазір осылай қалдырып қояқ қазірге. Үшіншісі Также кнопка. маңызды тетіктердің бірі, түймешіктердің бірі. Бұл шаблонның түрлері. Мына жерде Сохранять контент. өздеріңіз көріп отырған тетік бар, соны мында жазғанның барлығы. Осы блокты
өзгерткіңіз келсе, Нажимаете «Сохранять контент». и контентті меняете сақтау деп басасыздар, және басқа в таком стиле. Вот у нас ауыстырасыздар мынандай стильді. Міне мына жерде График. мүлдем басқа болып ауыстырды. Міне фотосурет ештеңке өзгерген жоқ. Осы блогтың ерекшелігі осыған байланысты бейімделіп кетті. Посмотрим, что же в чате у нас происходит. Чатта бізде не жазылып жатыр қазір оқып шығайық. Так, правильно я поняла, что свой лонгрид мы создаем на платформе Тильда. Да, вы правильно. Иә, дұрыс түсініп отырсыздар. А дальше уже вопросы идут. Ары қаратай сұрақтар, конкурстар бойынша рахмет координаторға. Осы сұрақтарға жауап беріп жатыр. Көп рахмет. Я Назерке лангридті біз қазір Тильда сервисінде платформасында жасап жатырмыз, дайындап жатырмыз. Сол үшін осыны қазір көрсетіп жатқанымыздың себебі. Так, пока по техническим, я не увидела технические Техникалық вопросы. сұрақтарды Для көріп меня отырған жоқпын. Мен үшін бұның барлығы түсінікті деген сөз. Сондықтан да ары қарай жалғастырайық. Итак, с настройками блока, я думаю, мы Мына разобрались. блокты құрау бойынша, яғни қандай нұсқаулықтар бар екендігін түсіндік, ал енді кезекте Добавить что-то мысалға другое. мен басқа бір нәрсені қосқым келетін болса не істеу керек деген У нас имеется такая, секілді мәселелер. Мұнда блоктардың арасында Пожалуйста. мынандай бір батырма бар, где вы можете выбрать. немесе түймешік. Всё разделено на Ол сол батырмаларды басып, сіздер яғни бөлімдерді тағы басқаларды көрулеріңізге болады. довольно детально разделено все. Және оның барлығы жан-жақты көрсетілген. Мысалға айтатын болсақ, Ставить видео. өздеріңіз түсіретін болсаңыздар, Урок. Тильда мысалға у нас сотрудничает с YouTube. бізде Тильда, яғни YouTube-пен ынтымақтасуда, сондықтан да сіздер өздеріңіз На YouTube. И отсюда өздеріңіздің яғни видеоларыңызды YouTube-қа жүктеп, одан кейін яғни видеоларыңызды осы Тильдамен біріктіруіңізге болады. Итак. Так, мне эта флешка мешает. Так. Заходим в контент и Контентке кіреміз және вставляем ссылку на ролик. сілтемені осы роликке қоямыз. Все равно убираем, оставляем. Да, Бақтыгүл правильно подсказывает. Я Бақтыгүл дұрыс айтып беріп жатыр. Оны осылай жасаймыз. Нет. Вот. В общем, заходим Міне на YouTube и копируете ссылку до... осы YouTube-тағы яғни сілтемені мына тен деген белгіге дейін Заходим в көшіресіздер. Одан кейін видеоблогқа кіресіздер, контенттер және одан кейін сілтемені осы бөлікке сохраняем и закрываем. көрулеріңізге болады. Обязательно тестируйте. Все работает. Отлично. Тестілеуден өткізіңіздер, бәрі жұмыс істеп жатыр. Здесь вы можете посмотреть другие виды блоков с видео, Одан допустим, кейін яғни басқа видеоларды көрулеріңізге болады. текст. Немесе бір мәтін және Понятно. Это бесплатная версия, поэтому... бұл тегін нұсқасы, сондықтан да но бұл жерде блоктар өзіндік бізде шектеулі екендігін көріп отырмыз. Яғни онда келесі блокта яғни жасауға болады. Иә. Раз про это видео, почему Онда оно біз здесь. сіздерге осы видео жөнінде айтып өтеміз. Мультимедийные материалы, Сіздердің мультимедиалық материалдарыңызды вашей темы. Да? жалпылама жариялаймыз.
Так, давайте я вам еще покажу. Вижу в чате активность. Міне чатта көріп отырмыз. Келіп түсіп жатыр. Фото және аудио видео материалдар тек өзіміз түсірген болу керек пе? Жоқ, сіздер жаңа айтып кеттік, басқа біреулерден алып жатсаңыз, басқа сайттардан не болмаса стоковый платформадан алсаңыз, ол жерден алдым деп сол автордың және сол сайттың қайсы жерден алып жатса сілтемесін көрсетіп қолдансаңыз болады. Және, если видео на компе, обязательно загружать в YouTube. Обязательно, потому что тильда... Интернетте, осы тильда осы тексерілген видеоны қарастырады, сондықтан да егер де ол шарт сақталып қалса, оны тексерілген, яғни фейкті видео екендігін көріп, қолдануға мүмкіндік береді. Қандай сұрақтарыңыз бар? Бұл сабақ бізге қалай пайдалы болады, біз оның көмегімен істей аламыз. Ол сіздің өзіңіздің шығармашылық тәсіліңізге, сіздің сабақтарыңызға деген, яғни пікірлеріңізге байланысты. Егер де әрі қарай сіздер әрі қарай, яғни мысалға осы оқушыларыңызға оны дамытып көрсетеміз дейтін болсаңыздар, яғни практикалық тұрғыдан осының барлығын қарастыратын болсаңыздар, ол өте маңызды және мұнда белгілі бір вам нужно тоже развиваться. Если это не нужно, это на вашу... Бұл сізге керек жоқ дейтін болсаңыздар, ол сіздің қарауыңызға, яғни бұл жерде өздерінің, яғни мысалға оқыту барысында, яғни жаңа заманауи мультимедиалық технологияларды, платформаларды қолданғысы келетін кісілер, және олар бүгінгі күні біздің осы уақыттың сындарын төтеп беруде. Жасап бастаған едім. Ақтоты, керемет платформа, ары қарай тағы өніктіре беріңіз. Бұл жердегі мүмкіншіліктер тағы өзгеріледі. Күніге осы білім беру саласына лангриттер көп қосылып жатыр. Қазіргі күні бұл Қазақстандағы Алматыда ғана болып жатқан көрсеткіш емес. Жер жүзінде мұғалімдер бағдарламаларын, білім беру бағдарламаларын өзгертіп, сабақтарында өзгертіп жатыр. Итак, самое важное, что я хотела вам рассказать, это кнопка «Опубликовать». Бастысы бұл жариялау батырмасы, яғни сіздер өздеріңіздің сайттарыңызды қарағаннан кейін, яғни сіздер өздеріңіз атауларыңызды, тағы басқаларын қоюларыңыз керек. Одан кейін купить свое доменное имя. Өзіңіздің домендік атауыңызды сатып алуларыңыз керек. Да, найти. Яғни сіздер өздеріңіз осы әртүрлі қызметтерді табуыңыз керек сіздер. Және домендік атау бір жылға сіздер 4-5 мың теңгеге сатып аласыздар. Купить домен. Өздеріңіз осы доменді сатып алуларыңызға болады. Яғни оны өзіңіздің доменді атауыңызды. Потому что если вы оперируете қойыңыздар, егер де доменное имя, нужно покупать отсюда. Яғни оны осы жақтан алуларыңыз керек. Так, давайте покажу, куда вставлять это доменное имя. имя. Кезекте бұл доменді атауды қайда қою керек екендігін көре аласыздар. Сіздер осы сайттың шаблонный такой субдомен на тильде. Если вы свой сайт, сіздер қазір өзіңіздің сайтыңызды немесе парақшаңызды жариялайтын болсаңыздар, он будет вот с таким названием. Ол осындай атаумен болады. Өйткені это ваше лицо и сайтыңыз сіздің, яғни сондықтан да белгілі бір өзіңіздің сайтыңызға бір белгілі бір доменді тауып, оны яғни пайдалануларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Мынанда өздеріңіз домендеріңізді қоюларыңызға болады.
медиа-принципы. Обязательно сохраняем. Міндетті түрде яғни сақтап қоямыз. Так, давайте посмотрим, что у нас в чате, какие у нас вопросы. Чатта қандай сұрақтар бар? Позвольте мне ответить на некоторые вопросы. Бірнеше сұрақтарға жауап берейін. Чатта бірнеше сұрақтар жазылып отыр. Белсенділіктеріміз үшін, қызығушылықтарыңыз үшін алғысымыз шексіз. Енді бірталайына жауап беріп көрейін. Маған лонгридтің тақырыбы түсініксіз деген бір пікір жатыр. Бұл жерде тиімді цифрлық ортаны қалай жасауға болады деген тақырып. Қазіргі біздің оқушыларымыздың барлығы цифрлық ортада өмір сүреді. Бірақ мұғалімдер қауымдастығының тарапынан сол цифрлық ортадан цифрлық дағдыларды иелену жағынан кішкене артта қалушылық бар. Міне соған орай мұғалімдер цифрлық ортаның қажеттілігін мойындау керек, цифрлық ортаның бар мүмкіндіктерін пайдалану керек және өз игіліктеріне, балалардың игіліктеріне жарату керек. Сондықтан әр мұғалімнің цифрлық ортаны құру жөнінде бір көзқарастары бар, немесе көзқарас қалыптасады деген ойдамыз. Енді сол көзқарастарымызбен лонгрид арқылы бөліссеңіздер. Енді екінші, лонгридті тек қана тильдада жасауымыз керек пе? Жоқ. Лонгридті кез келген өзіңізге ыңғайлы икемді платформада жасай аласыз. Біз деген тек қана тильданы мысал ретінде қарастырып отырмыз, себебі тильда лонгрид жасау жағынан алдына жан салмайтын платформа болып танылып отыр. Егер басқа да платформалар болса, онда емін-еркін қолдана бересіздер. Содан кейін біз тильдада сайт жасаймыз ба? Жоқ. Тильданың өзі сайт болып табылады. Тек қана ол жаққа тіркеліп, өзіңіздің жеке кабинетіңізде лонгридті жасай бересіздер. Содан кейін, мы обязательно должны делать лонгрид на тех платформах. Лонгридті осы алдында өзі семинарларда айтқандарды жасауға болады. Сіздер өздеріңіздің жасауларыңызға болады, және қайтып отырғандай, оны яғни Google платформасында, Microsoft'та жасауларыңызға болады. Егер де сіздер оны жасағыларыңыз келсе, біз оны жасайтын боламыз. Өйткені бұның барлығы өте маңызды. Лонгридтарды жасау, сондықтан да бұл конкурстық тақырыптың атауы, яғни цифрлық ортаны қалай құру деп аталады. Ал жалпылама біздің конкурсымыз Digital Stars деп аталады. Және онда әртүрлі технологиялар бар. Онда цифрлық ресурстар, цифрлық сервистарды пайдаланады. Және олардың барлығы біздің оқушыларымызды қызықтыруда. Сондықтан да біз өзіміз осы цифрлық платформа дегенімізге, цифрлық орта дегенімізге оны қалай жасау керек, қандай лайфхактар, яғни ақыл кеңестеріңіз бар, немесе қызықты идеяларыңыз бар, сіздер өздеріңіз ол туралы өздеріңізді яғни бөлісе аласыздар. Мынандай бір сұрақтар болған болады лонгридтар туралы. Мысалға, мен мұғалім ретінде белгілі бір тақырыпты түсіндіремін, белгілі бір мысалы оқулықты ашамын, видеоны қосамын, интерактивті тақтада көрсетемін, одан кейін аудионы қосамын. Лонгрид ол бұл мәселелердің барлығын, яғни белгілі бір өнімде, белгілі бір лонгридті жасауға болады. Бір туындының шеңберінде, ішінде, құрамында мәтінді де көрсете аласыздар. Оны видеомен де, аудиомен де, түрлі презентациямен де, сол сияқты бағана айтқандай әртүрлі квиздармен де көмкере аласыздар. Сондықтан сіздің бірнеше құралды бірден жаппай қолдану, олардың арасына ары-бері жүгіру қажеттілік болмайды. Тек қана лонгридті қосып қойып, сонымен ғана жұмыс істей аласыздар. Ал енді педагогикалық теорияда, егер өздеріңіз деңгейлік курсты оқысаңыздар, тағы да басқа курстарды оқысаңыздар, адамның есте сақтау қабілеттілігі қалайша артады. Біріншіден оқыса, екіншіден естісе, үшіншіден көрсе, төртіншіден оны басқа біреуге айтып берсе деген сияқты. Мына бір лонгридтің шеңберінде осы сезу мүмкіндіктерінің барлығы бірден белсенді жұмыс істеп отырады. Сондықтан оқушылардың есте сақтау қабілеттілігі артады, сол білімнің нығаюына бір септігін тигізеді. Мәселен, деген Қазақстан тарихы жөнінде Абылай ханның саясаты туралы айтқан кезде, Абылай ханның бейнесін көрсетсем сурет арқылы, Абылай хан туралы шағын
бір деректі фильмдердің үзінділерін көрсетсем, Абылай хан туралы жазған тарихшылардың пікірлерін көрсетсем, содан кейін өзім жасаған презентацияны бірге қоссам, содан кейін тесттерді қосып отырып балалардың білімін жол-жөнекей тексеріп отырсам, оның барлығы дәстүрлі форматта, біз деген форматтан форматта, құралдан құралға ары бері жүгіруіміз керек. Ал бұл жерде біз тек қана бір ғана лонгридті қосып қойып, бір сабақтың бірнеше міндеттерін атқара береміз. Мына осы ең басты біздің сұрақтарға деген жауаптарымыз. Егер қосымша сұрақтарыңыз болса, тағы да қоя берсеңіздер болады. Әлі бірер минуттарымыз бар, 4 минутымыз бар. Құрметті әріптестер, мен өзім атынан біздің көмекшім ассистентім Алияның атынан сіздерге осы бізді естіп отырғандарыңызға рахмет. Если кому-то было сегодня полезно послушать новые навыки, нам будет очень әртүрлі платформалармен пайдалансаңыздар, өздеріңіз оны, яғни өзіңіздің шығармашылығыңызда пайдаланыңыз. Біз сіздерге бүгінгі күні жаңа бір ақпарат беруге тырыстық, және біз сіздермен бірге әлі кездесеміз деген ойдамын. Баршаңызға жақсы оқу жылын тілеймін, және енді кезекте біздің барлығымызға денсаулық тілейік. Рахмет, сау болыңыздар. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Алияға көп рахмет көмектескен үшін, және осымен біз өзіміздің, яғни барлық осы пікірлеріміз, өзіміздің көзқарастарымызды, мүмкіндіктерімізді жақсартып кеңейте түстік деген ойдамыз, және оның барлығы бізді осы конкурстың нәтижесіне қарамастан мынандай бір жағдайға, яғни диджитал ұстаз болып алып келеді. Ары қарай біздің серіктестігіміз бірге жұмыс істеуіміз жалғаса береді дегенге сенімдімін. Көп рахмет, аман сау болыңыздар. Теперь еще тағы да айтқым келетіні, бірнеше сұрақтар болған болатын. Ол деген лонгридтің мазмұнының тақырыпқа сәйкестігі. Екіншіден, лонгридтің ішіндегі мультимедиалық файлдардың, олардың да бір-бірімен үйлесімі, бір-бірімен тақырыпқа сәйкестігі. Содан кейін лонгридтің көлемі, бұл ұзақ оқу болғандықтан, біз енді көлем жағына шектеу қойып отырған жоқпыз, минимумда, максимумда көрсетіп отырған жоқпыз, бірақ әдеттегідей 1000 сөз болып есептелінеді лонгрид деген. Содан кейін креатившілік, содан кейін академиялық адалдық, басқа біреудің ойларын, басқа біреудің пікірлерін алатын болсаңыздар, онда оларға міндетті түрде сілтеме керек. Өз ойыңыз болса, оны ешқандай сілтеме жасай бересіздер. Содан кейін авторлық құқықтардың барлықтарын қорғау, мәселен, YouTube-тан алған кезде немесе басқа платформадан алған кезде дереккөздердің барлығын көрсетіп отыру, немесе соларға бір ауызша сілтеме жасай отыру. Мәселен, Бикстің айтуынша конструктивтік келісілген сабақ осындай болады деген сияқты, солай пікірлерді көмкеріп отыруға болады. Итак, лонгрид называется на той лонгридом, что это... Лонгрид осы лонгрид атауына байланысты, ол ұзақ уақыт оқиды. Онда қарап отырсаңыздар, классикалық тұрғыдан айтатын болса, мыңнан 1000 сөзге дейін біз өзіміздің конкурс барысында осы сөздерге шектемейміз. Оның барлығы, яғни бір-бірімен келісілуі тиіс, және олардың барлығы белгілі бір деңгейде бір-бірін толықтыруы тиіс, және лонгридтің тағы бір жағы, яғни әртүрлі жанрларда болуы. Сіз академиялық мәртебе бересіз, одан кейін ол сараптамалық пікірмен дайын болу керек, ұқсас болу керек. Ары қарай, яғни сіздер өздеріңіз осы идеялық тұрғыдан лонгридтің барлығы үйлесімді болуы тиіс, және тиімді арқылы бір сабақты көрсетуіңіз керек, және оның біріншісі осы тиімді білім беру ортасын қалай құру керек. Для того, чтобы Біз осы сабақ жөнінде айтқан кезеңінде, яғни жалпылама лонгридтің қосымша мүмкіндіктерін көрсетеміз. Ал жалпылама тақырып өзіндік бір білім беру ортасын қалай құру керек, және барлықтарыңызға лонгрид идеясы ұнады деген ойдамын. Егер де ұнамаса да, өздеріңіз пайдаланып көріңіздер, оны пайдаланып қолданып көргеннен кейін оның пайдалы жақтарын көресіздер. Не себептен біз көптеген суреттердің барлығын істедік, өйткені егер де сізде бірнеше
осы 24 сағаттың ішінде оны қайталайтын болсаңыздар, яғни көптеген ақпараттарға ие боласыздар. Сондықтан да қазірдің өзінде оны жан-жақты қарап, өздеріңіздің видеоларыңызды, файлдарыңызды, мәтіндеріңізді қоя аласыздар, және одан кейін осы конкурстық тапсырма барысында сіздер өте қызықты материал дайындайсыздар. Бірден өздеріңіз дайындап қойған видеоларды, фотоларды, мәтіндерді тильданы қолдана отырып, немесе басқа платформаларды қолдана отырып, сіздер дағдыланып көріңіздер. Сонда материалдың басым бөлігі сіздердің ойларыңызда қалады. Сонымен қоса өздеріңізді машықтанып, дағдыларыңыз одан ары көркейе түседі. Осымен біздің вебинарымыз аяқталды. Қатысқандарыңызға көп рахмет. Аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше. Десятилетие независимости Республики Казахстан. Акимат города Алматы, Фонд образования Нурсултана Назарбаева, Институт развития современного образования Экрач Академи представляет первый городской конкурс педагогов на премию Акима города Алматы Digital Устаз Алматы. Пришло время раскрыть широкие возможности цифровых технологий и создать новую образовательную среду в классе для самореализации каждого ученика. Это первый конкурс в стране, где все участники перед выполнением конкурсного задания проходят образовательные интенсивы, темы и формы проведения которых ориентированы на современные тренды в образовании с применением цифровых инструментов и развитие гибких навыков педагогов. Для участия в конкурсе пройдите электронную регистрацию на сайте и заполните анкету. Прием заявок осуществляется с 25 августа по 1 октября. Финал конкурса состоится в декабре 2021 года с прямой трансляцией на телеканалах Хабар и Алматы ТВ. Digital Устаз Алматы. Вдохновлять учеников, сближая технологии. Всю информацию вы можете найти на официальном сайте конкурса и аккаунтах в социальных сетях. Генеральный партнер конкурса Алматы Кітап баспасы. В честь 30-летия Республика тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Алматы қаласының әкімдігі Нұрсұлтан Назарбаевтың білім беру қоры және Экрач Академи заманауи білім беруді дамыту институты Алматы қаласы әкімінің Digital Устаз Алматы жүлдесі үшін педагогтардың бірінші қалалық байқауын ұсынады. Цифрлық технологияның кең мүмкіндіктерін ашып, әр оқушының өзін-өзі таныту үшін сыныпта жаңа білім беру ортасын құратын кез келді. Барлық қатысушылар конкурстық тапсырманы орындамас бұрын білім беру интенсивінен өтетін елдегі алғашқы байқау. Тақырыптары мен өткізу формалары, цифрлық құралдарды қолдану арқылы білім берудің заманауи трендтерін және педагогтардың икемді дағдыларын дамытуға бағалған. Байқауға қатысу үшін сайта электронды тіркеуден өтіп, сауалнаманы толтырыңыз. Өтінімдерді қабылдау 25 тамызда 1 қазанға дейін жүзеге асырылады. Байқаудың финалы 2021 жылдың желтоқсан айында Хабар және Алматы ТВ телеарналарында тікелей эфирде өтеді. Digital Устаз Алматы. Технологияларды жақындастырып, оқушыларға ынта беру. Барлық ақпараты байқаудың ресми сайтынан және әлеуметтік желілердегі аккаунттардан таба аласыз. Байқаудың бас серкесі Алматы Кітап баспасы. Республики Казахстан. Акимат города Алматы, Фонд образования Нурсултана Назарбаева, Институт развития современного образования Экрач Академи представляет первый городской конкурс педагогов на премию Акима города Алматы Digital Устаз Алматы. Пришло время раскрыть широкие возможности цифровых технологий и создать новую образовательную среду в классе для самореализации каждого ученика. Это первый конкурс в стране, где все участники перед выполнением конкурсного задания проходят образовательные интенсивы, темы и формы проведения которых ориентированы на современные тренды в образовании с применением цифровых инструментов и развитие гибких навыков педагогов. Для участия в конкурсе пройдите электронную регистрацию на сайте и заполните анкету. Прием заявок осуществляется с 25 августа по 1 октября. Финал конкурса состоится в декабре 2021 года с прямой трансляцией на телеканалах Хабар и Алматы ТВ. Digital Устаз Алматы. Вдохновлять учеников, сближая технологии. Всю информацию вы можете найти на официальном сайте конкурса и аккаунтах в социальных сетях. Генеральный партнер конкурса Алматы Кітап баспасы.